Бұл видеода ноутбук LM'нің ең жаңа мүмкіндіктерінің бірі видео overview, яғни қысқаша видео шолулар функциясымен танысамыз. Бұл құрал күрделі тақырыптар мен көлемді мәтіндерді небәрі бірнеше минутта тартымды қысқа видеоларға айналдырады. Әзірге ол тек ағылшын тіліндегі интерфейсте жұмыс істейді. Сондықтан алдымен аккаунт баптауларынан интерфейс тілін ағылшын тіліне ауыстырамыз. Енді видео жасап көрейік. Қажетті блокнотты ашып, студио панеліне өтіп, видео overview бөлімін таңдаймыз. Мұнда 3 формат көрсетілген: кинематографиялық, түсіндірме және бізге керекті қысқа формат. Видеоның негізгі тақырыбын жасанды интеллект ұсынған нұсқалардан таңдауға болады. Сұранышта видео қазақ тілінде болу керектігін анықтап жазу керек. Видеоны жасауға шамамен 10 немесе 20 минут кетеді. Нәтижесінде сапалы графикасы бар, жасанды интеллект дыбыстаған 1 немесе 1,5 минуттық бейнеролик дайын болады. Кәдімгі найзағайлы бұлттан кенеттен жойықтың торнадо қалай пайда болады? Көпшілік Шыңғыс ханды тек қатыгез, қанішер жаулаушы деп санайды. Бірақ тарихтағы ең үлкен империяны құрудағы басты құпия жауларын қырып тастау емес. Гравитация бізде жерге тартып тұрады. Бірақ ол жай ғана тартылыс күші емес. Бұл кеңістік уақыт қисықтығы. Бірақ бір маңызды жайтты ескерген жөн. Қазақ тіліндегі видеода субтитрлер әзірге дұрыс жұмыс істемейді. Кейде олар мүлде шықпайды, ал кейде түсініксіз таңбалар немесе тіктөртбұрыштар түрінде көрінеді. Соған қарамастан дайын роликтердің сапасы өте жақсы. Олар бірден назар аударып, негізгі ойды қысқа әрі түсінікті жеткізеді. Сондықтан бұл құрал мектеп жобаларын дайындауға, жаңа тақырыпты түсіндіруге немесе зерттеу жұмысының негізгі идеясын жылдам көрсетуге өте қолайлы. Әрине, әзірге кейбір шектеулер бар. Мысалы, визуалды стильді, диктордың дауысын немесе видеоның ұзақтығын өзіңіз өзгерте алмайсыз. Тегін тарифте күніне 3 видео жасауға болады, ал Pro нұсқасында бұл видео шектеу күніне 20 видеоға дейін артады. Дегенмен, осының бәріне қарамастан, бұл функция оқу материалдарын қысқаша түсіндіруге, күрделі тақырыптарды жеңіл жеткізуге тамаша мүмкіндік береді. Сондықтан бұл мүмкіндікті міндетті түрде өзіңізде қолданып көріңіз. Және ноутбук LM'ге қосылып жатқан жаңа функцияларды жіберіп алмаңыз.